Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елімізде ақшадан құрғанда топырақ жеуге айналдық деген қызық көріп айтатын сөз бар. Бірақ қазір Африкада расында топырақ жеп күн көретін арал мемлекет бар. Ол болса Гаити елі. Гаити елі Африканың Гал солтүстік теңіз бойындағы жер көлемі 27750 шаршы километр келетін арал мемлекет. Жан саны 11 миллион, 95%-ын қара нәсілділер құрайды. Дүние жүзіндегі ең кедей мемлекет. Экономика, өнеркәсіп, техника жақтардан месеу. Тек ауыл шаруашылығымен ғана шұғылданады. Тұрғындарының 3/2-сінде тұрақты кәсібі жоқ. Әр адамның күндік табысы небары 13 юанға тура келеді. Астық мәселесі арал мемлекетіндегі ең қиын түйін болып саналады. 5 миллион тұрғындары аштық азабын тартуда. Сондықтан олар сары топыраққа тұз және май араластырып күнге құрғатқаннан кейін қоректенеді. Бұл топырақ пірәндіктер кей отбасының тіршілік етуіндегі бірден бір азықтығы саналады. Бірақ мамандардың зерттеуінде бұл топырақ азықтығы таза еместігін, тіпті арасында паразит құрт немесе өнеркәсіптік улы заттар барлығын айтқан. Бірақ бұлар амалсыздықтан, астықтың тапшылығынан осы күнді көріп келеді. Ал енді ойланыңыз, сізді осындай тұрмыс ортасына апарып тастаса қайтер едіңіз? Ас қадірін ашыққан білер. Сондықтан тұрмысымыздағы ысырапшылдыққа қарсы тұрайық, әрі атсалысайық.